Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Мен каналымда сіздерге таңқаларлық және де түсініксіз бейнелерді бірнеше рет көрсеттім. Ендеше маған таңқаларлық видеолар жоқ секілді түйілетін. Дегенмен әлемде күн сайын тосын сыйлар көбейіп келеді. Кинода мысық әйел басқаша көрінеді, бірақ мынау нағыз мысық әйел, себебі ол нағыз мысық секілді жүреді. Бұны кез келген адам қайталай алмайтыны сөзсіз. Кей көше әншілерінде музыка аспаптары бар, ал мына балада пластмасс тұрбалар мен екі таяқшасы ғана бар болғанымен керемет музыка шалуда. Кей адамдар бір кереметті жасау үшін көп ақша керек емес деп жатады. Біреулер оған сенейін ба, сенбейін ба деп жатқанда, басқалар сол кереметті жасап үлгереді. Көрген қызықты нәрселердің бәрі әрдайым жағымды бола бермейді. Сіз жолыңызда ұшып барғанша терезеңізде тұрған өрмекшіге қарап барғыңыз келер ме еді? Табиғаттың күшін елестетіп болмайды. Кейде бір қаланың астан кестеңін шығарса, кейде адам сенгісіз кереметті пайда қылады. Кепкен шөптер тез жанады. Оттың түтіні мен құрғақ шөпті жел жоғары көтеріп жатыр. Сол себепті өте ерекше көрініс пайда болды. Мехико қаласында таңқаларлық, бірақ өте әдемі табиғи құбылыс орын алды. Бірнеше минут бойы аспан түсін өзгертіп тұрды. Не себепті бұлай болды деп ойлайсыздар? Құйынның пайда болғанын көргенсіз бе? Мына видеода құйын үйдің алдында пайда болып, алдындағының бәрін ұша бастады. Алдындары кинода қарақшылардың бірінің қолының орнында ілмегі болатын. Ол күресте көмектескенмен күнделікті тұрмыста қолайсыздық туғызады. Алайда мына жасанды қолды нағыз қолдан айыру мүмкін емес. Егерде сіз парашютпен секіруге қорқып жүрсеңіз, бұл видео сізге аз да болсын көмектесер. Қараңызшы, қандай керемет. Бұны өміріңде бір рет болсын көруге арзиды ғой. Барлықтарыңыз білетіндей, көшкен қиын. Үйреніп қалған үйіңмен жеріңді тастап кетуіңе тура келеді. Алайда үйді өзіңмен бірге алып кетсеңші, мына адамдар олай істеуге болатынын дәлелдеді. Тек енді қай жерге дейін апарады екен. Егерде Жапонияның жолдары керемет, біздің жолдарда шұңқырма-шұңқыр жүресің дейтін болсаң, мына көрініске қара. Қаланың қақ ортасында жолдар опырылып түсті. Кез келген ұшушыдан сұрасаңыз, вертолет самолеттің істеген әрекеттерін істей алмайды дейді. Ендеше мынаны қалай түсіндіруге болады? Вертолет айналып, сальто жасап жатыр. Себебі бұл вертолеттің қанаттары арнайы бағытта қойылған. Танкі жолындағы кедергілерге қарамайды. Сондықтан жолында тұрып қалмаңыз. Кей адамда Диснейлендке барып, көңіл көтеріп келу үшін ақша жинаса, енді біреулері үйінде оның шешімін тауып жатыр. Бұның жақсы жақтары да бар. Уақытыңды әрі ақшаңды үнемдейсің.
Сіз жүргізуші болсаңыз, қолайсыз ауа райында тығылып қалған машинаңызды итеруге көмек сұраған шығарсыз. Мына піл итерудің шебері секілді. Қараңызшы, қандай ақылдылықпен итеруде. Толқынмен ойнаған қызықты шығар, алайда ол үлкен болса, үстіңнен басып, өзімен бірге тартып алып кетуі мүмкін. Мына жігіт толқыннан қашып жатыр. Сонда да толқын жетіп алды. Суда жүрген ойнаған қызықты болғанымен, бәрібір ережені ұмытпаған жөн.